Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары? 2-ші тоқсан бойынша алынатын квадрат теңдеулер бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың 4-ші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса каналымда басқа да нұсқалары бар және осы алгебра пәнінен бөлек физика, геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар өздерің көріп отырғандай мінекей 4 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмада былай делінген: толымсыз квадрат теңдеудің жалпы түрін жазыңыз. Мінекей мұнда бізде толымсыз квадраттар берілген. Осыларды ықшамдап жалпы түріне келтіретін боламыз. Ең алдымен оқушылар барлығын бір жаққа жинақтаймыз. 4х плюс 5х квадрат минус 2 минус 4х минус 3 тең 0 болады. Мұндағы 4х пен минус 4х қысқарады. Сонда 5х квадрат, мұндағы минус 2, минус 3, минус 5 болады. Тең болады 0-ге. Оқушылар, бұл бізде ax квадрат қосылған с тең 0 деген толымсыз квадрат теңдеудің түрі, және мұнда бізде b 0-ге тең екен. Енді екіншісінде 3y квадрат минус 4y қосылған 3 азайтылған 3 плюс 4y болсады минус 2y квадрат тең 0 деп аламыз. 3y квадрат пен минус 2y квадрат таңбалары әртүрлі азайтылады. y квадрат болады. Мұндағы минус 4y пен плюс 4y қысқарады. Плюс 3 пен минус 3 қысқарады. Сонда y тең 0 болады. Бұл бізде ax квадрат тең 0 деген толымсыз квадрат теңдеудің түрі. Мұнда бізде b 0-ге тең және с 0-ге тең екен. Енді мұнда бізде с-ді x квадрат қосылған 7 минус 7 болады. Мұнда минус 3х квадрат плюс 3х квадрат болып ауысады. Және 2х минус 2х болады. Тең 0. Мұндағы мінекей плюс 7 мен минус 7 қысқарады. Х квадрат, 3х квадрат таңбалар бірдей қосылады. Минус 2х тең 0 болады. Сонда бұл бізде ax квадрат қосылған bx деген толымсыз квадрат теңдеудің бір түрі, және мұнда бізде с 0-ге тең екен. Келесі екінші тапсырмада теңдеулер берілген. Мінекей екі түрлі теңдеу берілген. Әрбір теңдеудің неше түбірі бар? Егер түбірлері бар болса, оларды табыңыз. Сонда оқушылар, ең алдымен дискриминант есептейміз. b квадрат минус 4ac a 5-ке тең, b минус 9-ға тең, с минус 2-ке тең. Минус 9-ды квадраттаймыз. Минус 4 көбейтеміз. А бізде 5-ке тең, көбейтеміз с минус 2-ке тең. Минус 9-дың квадраты 81, 2 минус плюс болады. Көбейтеміз 20, 40 болады. Қосқан кезде 121. Бұл бізде 0-ден үлкен, демек 2 түбірі болады екен. Минус b плюс минус түбір арасында d бөлінген 2a деп аламыз. b бізде минус 9, формулада минус бар, сонда 9 болады. Плюс минус түбір арасында 121 бөлеміз 2 көбейтілген 5-ге. 9 плюс минус 121 11 болып шығады. Бөлімінде 10. Енді x1 мен x2-ні табатын болсақ, 9-ға қосамыз 11-ді 20 болады, 10-ға бөлсек 2 болады. Ал мұнда 9-дан азайтамыз 11-ді минус 2, 10-ға бөлсек минус 0,2. Сонда оқушылар 2 түбірі болады екен, және түбірлері 2 және минус 0,2. Келесі
Мұнда да дискриминантқа саламыз. b квадрат минус 4ac деген формулаға саламыз. a 3-ке тең, b 2-ке тең, c 3-ке тең. Сонда b-ның квадраты 2 квадрат минус 4 көбейтілген a көбейтілген c болса, сонда 2-ның квадраты 4 минус мұнда 9 көбейтеміз 4-ке минус 36. Ол тең болады минус 32-ге. Бұл бізде 0-ден кіші, демек түбірі жоқ, е? Шешімі жоқ. Келесі үшінші тапсырмада x квадрат минус 13x қосылған q тең 0 теңдеуінің бір түбірі 12,5 вет теоремасын қолданып теңдеудің екінші түбірі мен q-дің мәнін табыңыз. Оқушылар бізге вет теоремасын қолданып теңдеудің екінші түбірі мен q-ның мәнін табу керек. Ең алдымен вет теоремасын жазып алайық. x1 мен x2-ні қосатын болсақ, яғни түбірлерін қосқан кезде минус p-ға тең, ал ол түбірлерін көбейткен кезде ол бізде q-ға тең. Енді мұнда бізде p белгілі, соны қолданамыз. x1 бізде 12,5 қосамыз белгісіз x2-ні тең минус p деп тұр. Мұнда мінеке біз 13 деп аламыз. Сонда x2-ні табу үшін 13-тен азайтамыз 12,5-ті, ол тең болады 0,15-ге. Енді мұндағы q табу үшін x1 мен x2-ні көбейтеміз. 12,15-ге көбейтеміз 0,15-ті. Сонда тең болады 6,125-ге. Сонда жауабы бізде x2 тең болды 0,15-ге, ал q тең болды 6,125-ге. Енді тексерсек болады, оқушылар. x1 бізде 12,15, x 0,15 екеуін қосқан кезде 13-ке тең болады. Ал бізде мінеке формулада минус бар, минус p деп аламыз, яғни минус 13 шықты. Енді осы 12,15 пен 0,15-ті көбейтетін болсақ, мінеке 6,125, яғни q-дің мәні шығады екен. Енді соңғы тапсырмасы, 4-ші тапсырмада былай делінген: тіктөртбұрыш пішінде жер бөлігінің ауданы мінеке осындай метр квадрат. А тапсырмасында x квадрат минус 19x қосылған 88 тең x қосылған a мен x қосылған b осы екеуінің көбейтіндісі болса, a мен b-ны табыңыз. Ал b-да x қосылған a метр, ол жер бөлігінің ұзындығы екен, ал x қосылған b метр, ол оның ені болсын. Табылған a мен b мәндерін пайдаланып, жер бөлігінің периметрін табыңыз. Оқушылар, бізге мінеке мынандай квадрат үш мүше берілген. Осы квадрат үш мүшенің түбірін тауып, осылай жіктеп аламыз керек. Түбірін табу үшін ең алдымен дискриминантты есептейміз. b квадрат минус 4ac деген формулаға саламыз. b бізде минус 19-ға тең, квадраттаймыз. Минус 4 көбейтілген a бізде 1-ге тең, c 88-ге тең. 19-ның квадраты 361, азайтамыз, 4-ке көбейтеміз. 88-ді 352 болады. 361-ден азайтсақ 9 болады. Енді x1 мен x2-ні табатын болсақ, ол үшін минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a деген формуланы қолданамыз. Сонда минус b минус 19, формуладағы минус пен плюс болып кетеді. 19 плюс минус түбір астында 9, 2 көбейтілген 1. Енді осы жерде 19 плюс минус 3 болады, бөлеміз 2-ге. Сонда 19-ға қосамыз 3-ті 22, 2-ге бөлсек 11. 19-дан 3-ті азайтамыз, 16, 2 бөлеміз 8 болады. Енді x квадрат минус 19x қосылған 88 тең болады. Мінеке оқушылар, мына түрге келтіруіміз керек. Мұндағына түрге келтіреміз.
Ең алдымен мына түрге келтіреміз. X азайтылған 11, X азайтылған 8. Енді бастапқыдағы түріне келтіреміз. X қосылған минус 11 және X қосылған минус 8. Сонда оқушылар жауабы бізде мұндай жазып қояйық. Ең алдымен А тең болды минус 11-ге, Б тең болды минус 8-ге. Енді Б тапсырмасы бойынша периметр табамыз. Периметр табу үшін оқушылар екіні көбейтеміз ұзындығы мен енінің қосындысына. Яғни 2А қосылған 2Б деп алсақ болады. Сонда 2 көбейтілген А бізде мінекей мұнда берілген. X қосылған А. Бұлай көрсетейін. А бізде X қосылған А, ал Б X қосылған Б. Сонда біз Аның орнына X қосылған А деп алатын болсақ, А бізде минус 11-ге тең. Қосамыз 2 көбейтілген. Бұның орнына X қосылған Б деп алатын болсақ, Б бізде минус 8-ге тең. Енді жақшаны ашамыз. 2X минус 22 қосылған 2X минус 16 болады. Сонда 2X пен 2X қосылады, 4X болады. Мұнда минус 22 минус 16 таңбалар бірдей 38 болады. Сонда жауабы периметр тең болды 4X минус 38-ге. Мінекей оқушылар түсінікті. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, міндетті түрде пікірге жазып сұраңдар. Сау болыңдар.